Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus кітабының 35-ші бетіндегі Present Continuous Affirmative and Negative тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі ағылшын тілінен сенің 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады. Complete the sentence with the forms on the text. 33 and choose the correct words in rules A to C. Яғни мына бағаналарды толықтырып, мына ережені дұрысын белгілеуіміз керек ережеде. Бірде animals are болады. Себебі animals бізде көпшеге сәйкесінше түбіге are. Арғай we aren't killing болады. Бұл жерде болымсыз түрі және де our pollution is болады. Бұны біз мына тексттен тауып алуын қажет дейді. Мысалға, мына жерде қарасақ, our pollution is changing деген сияқты, түсінікті деп ойлаймын. Енді rulesқа келдік. We use present continuous to talk about actions. Жауап things happening now болады. Қазір болып жатқан әрекеттерде қолданамыз. We use the verb be, to be етістігін қолданамыз. And we add ing, ing. Балалар, ережені сендерге түсіндіретін болсам, бұл present simple деген қазір жасап жатқан іс әрекет. Мысалға, I am writing. Мен дәл қазір не істеп жатырмын, жазып жатырмын. Немесе, сен қазір жүріп жатырсың. You are walking. Яғни ing жатыр дегенді қосып отырып, to be'ді қосып, біз қазіргі болып жатқан іс әрекетті толықтыра жасай аламыз дейді. Оны апайларын түсіндіруге деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға кеттік. Екінші тапсырмада сендерге айтады. The present continuous form of the verbs 1 to 6 in the text on page 33. Then replace the spelling rules and the matching of the verbs. Spelling rules 1 to 3. Which verb doesn't match any rule дейді. Міне мен жауабын көрсетіп едім. Become бізде becoming болып кетеді, die бізде dying болып кетеді, hunt бізде hunting болып кетеді. Мысалы, hunt аулау, hunting аулап жатыр. Change өзгеру, changing өзгеріп жатыр. Run жүгіру, running жүгіріп жатыр. Read оқу, reading жүгіріп жатыр. Бірінші ереже hunt пен read. Мына жерде қарасаңдар, бірінші ереже hunt пен read ing қосылған. Екіде became, changing, екінші ереже, яғни и дыбысы жоқ болып кетті, соны айтып жатыр. Үшінші ереже, ол бізде run мен die doesn't match any rule. Олар ережеге ешқандай сай келмейді дейді. Үшінші ереже ол running, яғни екі n болып кеткендігі туралы айтып жатыр. Ал төртінші ереже die ол ешқандай ережеге сәйкес келмейді, өйткені ол бұрыс етістік болып кеткен. Арқылы үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған айтады. Бір-бірімен былай сәйкестендіруің қажет. Бірінші тыңдап ал. Two dogs are running in the park. Екі ит жүгіріп жатыр паркте. A parrot isn't speaking English. Құс сөйлей алмай жатыр ағылшын тілінде. A man is attacking mosquito. Ер адам атаковать етіп жатыр масаны. A wall is saying it to its partner. Кит ән айтып жатыр өзінің жұбына. Children are making a cafe. Балалар кафе жасап жатыр. A girl is practicing piano. Қыз тәжірибе жасап, ол қыз практиковаться етіп жатыр пианинода. A lion is having meal. Арыстан тамақталып жатыр. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырма өте оңай. Ол жерде мына жақта просто ing жасап жазуымыз керек, яғни present continuous жасауымыз қажет. Қазір болып жатқан іс әрекетті жасау. Бірінші тапсырмада. Ой, балалар, төрт оқымаппын ғой, төрт мынау ғой. Төрттің жауабы мынандай, қараңдар. Сөйлем құрастыру балалар бұл жерде. A child isn't feeding some bears. She's feeding some ducks. Бала тамақтандырып жатырған жоқ, бірнеше аюларды. Ол қыз бала тамақтандырып жатыр, бірнеше үйректерді. Қараңдар, мына қыз бала тамақтандырып жатыр үйректерді, аюларды емес. A falcon isn't sleeping, it is hunting. Мына сұңқар ұйықтап жатырған жоқ, ол аң аулайын деп жатыр. Яғни мына жаққа келіп бірдеңені алып кетейін деп жатыр. Two people aren't watching camera, they are watching the falcon. Екі адам хамелеонға қарап тұрған жоқ, олар қарап тұр falconға, яғни сұңқарға. Three people aren't swimming, they are running. Үш адам жүзіп жатырған жоқ, олар жүгіріп жатыр. Яғни бұл
Балалар көрдіңдер ме, қазіргі болып жатқан іс-әрекетті суреттеп берді. Енді 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада жай ғана оңай present continuous жасауың қажет. My parents are working. Менің әке-шешем жұмыс жасап жатыр. The teacher is writing on the board. Мұғалім жазып жатыр тақтада. I am sitting next to a girl. Мен отырып жатырмын. Келесі қыздан келесі. We are working hard. Біз қатты жұмыс жасап жатырмыз. I am wearing jeans. Мен джинсы киіп отырмын. Джинсы киіп жатырмын. The students by the door is listening. Есіктің жанындағы оқушы тыңдап жатыр. Балалар, егер де бұл іс-әрекеттер сендердің сыныптарында болмаса, мысалы ғана жерге I am not деп жазсам болады, егер сен джинсы киемін келсең. Немесе the student isn't there, is not. Яғни есіктің сыртында оқушы тұрмаса, not деп жауап берсең болады. Яғни болымсыз түрін жаза. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада саған айтады. Think a person in your class and write one affirmative and one negative sentence using the present continuous. Swap your sentence with your partner and guess the person. Яғни мына бөлімдерді құрастырып, бір адамды жасыруың керек, және де сыныптағы басқа оқушылар оның кім екендігін табу қажет деп бастады. She is wearing a white t-shirt and writing the task. Ол киіп алыпты ақ футболка және де тапсырманы орындап жатыр. Is he Naruto? Ол Наруто ма? Yes, he is. Я ол Наруто. No, he is. Жоқ, ол Наруто емес. Нарутоның орнына өзімнің бір сыныптасымды қойсам болады. They are talking and wearing trainers. Олар әңгімелесіп жатыр және де кроссовка киіп жатыр. Олар кімдер? Аза и Мадара и Саске. Олар Мадара мен Саске ма дейді? Yes, я солай. No, they are. Жоқ, олай емес. Яғни сен осы секілді қылып, өзіңнің бір сыныптасыңды жұбыңа шығыстыруың керек, иә? Ол мысалға she's wearing black shoes деген сияқты, ол киіп алыпты, мысалға she's wearing black t-shirt, ол киіп алыпты қара футболка деген сияқты қылып жасырып айтуың қажет. Жалпы балалар сабақ түсінікті болса, каналға тіркелуді ұмытпа, себебі мына жақта енді видеолар өте көп болады. Сондықтан have a nice day, a good day.